Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. БқО-да жантүршігерлік жол апатынан 5 адам көз жұмды. Куәгерлердің айтуынша қаза тапқандардың 4-еуі бір үйдің адамдары. Батыс Қазақстан облысында жантүршігерлік жол апаты болып, салдарынан 5 адам қаза тапты деп хабарлайды Айқын.кз. БқО ТЖ департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 9 қаңтар күні Жаңақала ауданы аумағында болған. Сағат 17:17-де Чапаев Жаңақала жолы бойында Ақбалшық пен Пайтемар ауылдарының арасында Toyota Estima және Hyundai Santa Fe автокөліктері бетпе-бет соқтығысты. Жол апаты салдарынан 5 адам мерт болды. Құтқарушылар марқұмдардың денесін автокөліктен шығарды деп хабарлады ведомстводан. БқО полиция департаменті баспасөз қызметі оқиғаны растап ақпаратты кейін беретінін жеткізді. Куәгерлердің айтуынша қаза тапқандардың 4-еуі бір үйдің адамдары. Облыста жаңа жыл басталғаннан бергі 9 күн ішінде жол-көлік оқиғаларына 12 адам қаза тапты. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолар ұнаса, подписывайтесь және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.